Қанша мойымайым десең де, қанша мықтымын десең де мойытады ауыр. Қанша жүйкең мықты болса да жұқартады. Қанша темір төзімді болсаң да тоздырады. Бағдат Мұхтарұлы журналист ретінде есімі ел аузына іліккен жан. Әсіресе төрт түліктің төресі жылқының қыр-сырын зерттеп, талай дүниені халыққа ұсынды. Бұл сала бойынша алдына жан салмай, арғымақтай жүйткіп келе жатқан азамат орта жолда кідіруге мәжбүр болды. Себеп қос бүйректен қысқан дерт. 3 жылдан бері емделіп келе жатырмыз ғой, бірақ биыл осы білесіздер ғой, былтырғы жылы жалпы індет жайлаған. Соның ұшқыны тиді бізге де, ковидтің. Сонымен ауырып, содан осложнение беріп кетті бүйрек. Содан осындай болды. Қазір енді гемодиализ арқылы, аппаратқа жату арқылы бүкіл организмді, қанды организмге тараған дүниелерді сол аппарат арқылы тазартып күн көріп өмір сүріп жатырмыз. Бұл дерттің жалғыз ғана дауасы бүйрек трансплантациясы. Белоруссия мемлекетінде жасалатын операцияға 30 миллион теңге көлемінде қаржы керек. Бағдат жарияға жар салып, көмек сұрауға басында қарсылық танытты. Алайда жанашыр жандардың ер мойнында қыларқан жүрмейді. Қайта тұрсаң, бізге емес, елге берерің көп қой деген ақылына құлақ асты. Менің ең бірінші осы ауырғаным бәрінен бұрын ата-анама қатты батады. Өзімді ата-анамын ғой, кішкентай басында. Қолыма бір ақша түссе маған алып келеді. Әке, дәрі алшы. Сіздің дәріңізге жете ме? Сол кезде жүрек ауырып кетеді. Қазақ үшін айтары бар азамат қамшысын қолына алып, арғымағына қайта міну үшін қол ұшын созайық. Қазір көп адам маған жақсылық жасап жатыр. Мен соларға не істей алдым? Енді не істей аламын деген ой мазалайды. Сол кезде бір түрлі жерге қарап қалатын сияқты. Сол басқа енді шамам келгенше жақсылық жасағым келіп тұрады адам бәріне.